Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен атым Гүлім. Қыздар, сіздерге кішкентай қана қосылым болады. Мен бұл жерде сіздерге айтатыным үлкен рахмет айтқым келеді. Бұл видео сіздердің, сіздер маған жазылмасаңыздар, сіздер мені көрмесеңіздер, бұл видео жазылмайтын еді. Өйткені сіздерге үлкен рахмет айтамын. Маған ютубтан бүгін үлкен күміс кнопка келеді. Ол тек 100 мың подписчигі бар ютубта дұрыс жұмыс істейтін, YouTube оны да тексереді. Жұмыс істейтін, жақсы просмотры бар, өте жақсы авторитетный каналдарға ғана берілетін сыйлығы, сол сыйлықты мен алып отырмын. Бүгін Америкадан, Калифорниядан маған келді сол кнопка. Үлкен рахмет айтамын сіздерге, қыздар. Комментарий жазып жатқандарыңызға, менің каналымда бір-бірлеріңізге сілтеп жатқандарыңызға, барлықтарыңызға үлкен рахмет, сіздерге үлкен рахмет айтамын. Мен қуанышымды кішкентай роликте сіздерге ертеңгі күн болып тұр. Кеше алған едім ол кнопканы. Дәл сол кезде алғаннан кейін почтальоннан келіп бірден ашқан эмоциямның бәрін сіздерге көрсеттім. Сіздерге үлкен рахмет. Алда бізді көптеген видеолар түсіремін. Қазір кішкене мен декретте отырмын, кішкентай баламен, сондықтан соған көп уақыт кетіп жатыр. Негізі алда неше түрлі балалардың емі туралы, жалпы әйелдің өзіне қалай қарау керек, баланы туғаннан кейін 40-на дейін қалай қараймыз, барлығын педиатр ретінде, маманданған специалист ретінде барлығын түсіндіретін болам сіздерге. Қыздар, сізге үлкен қайтадан рахмет айтамын сіздерге. Сау болыңыздар. Келесі видео жаңағы мен қалай алдым, посылканы барлығы сол туралы болады. Рахмет. Барлықтарыңызға сәлем. Қалайсыздар, қыздар? Кішкентай қосылым болады. Осындай жаңа мен ентігіп тұрған себебім, сыртынан сөйлеп тұрмын ғой ертеңдіп. Жаңа ғана маған почтальон келіп, посылка келді. Бұл ютубтың кнопкасы. Бұл егер сізге 100 мың адам тіркелсе беріледі. Тек қана ол үшін емес, мысалы 100 мың адам болып, сіз егер боттар арқылы, басқа да адам жинайтын программалар арқылы жасадыңыз ба, оның барлығы 100 мың адам алғаннан кейін тексеріледі. Маған сондай хат келді. Сіздің каналыңыз 100 мың адам, бірақ оны алу үшін ютубтың кнопкасын біз барлығын тексереміз. Сіз шын алдыңыз ба, өтірік алдыңыз ба деп. Сонымен 2 аптадай мен каналымды тексерді. Яғни ол қалай тексереді? Сіздің каналыңыз мысалы 100 мың адам, бірақ сізде ешқандай адам көрмейді, сізде ешқандай комментарий жоқ, видеоларыңыздың бәрі 1-2 адам ғана қарайтын болса, әрине сізде 100 мың адам болуы мүмкін емес, бот арқылы жинап алдыңыз. Сондай болған кезде ғана тексерілген каналдарға ғана берілетін ютубтың сенім кнопкасы. Бұл күміс кнопка. Күміс кнопкадан кейін алтын кнопка болады 1 миллион адам болған кезде. Мынау мен балаларымның ойыншығы, мен өткен балалардың бөлмесінде жазып отырмын мұны. Бұны адресімді көрсетпес үшін жауып қойғам ғой. Қыздар, енді кеттік, ашамыз. Бұның негізі мына жері ашық тұр. Мұның бәрі запечатанный, жабық болу керек. Біздің таможняда адамдардың бәрі қарап көрген ау деймін, ішінде не бар деп. Ал мен енді екінші болып ашам өз кнопкамды. Кеттік. Мына жерден ашуға болатын сияқты. Қазір бір қолмен ыңғайсыз, бір қолмен камера көріп тұрмын. Соны бір қолмен қазір ашамыз. Ал кеттік. Мен кнопкамды аштым. Мындай қылып тұр екен. Мындай кнопка жазылған. Одан кейін мынау не? Бір қағаз. Аударып оқу керек. Және де мынандай нәрсе керемет. Бұл дегеніміз сізге берілген грамота. Яғни бұның бәрін оқимын мен. Маған берілген сенім ютубтың артынан. Қараңыздар қандай керемет. Мен сене алмай тұрмын бұған. Мен каналымды бастаған кезде, қыздар, мен не үшін бастадым? Ақпарат беру үшін, медицинадан. Өйткені мен күнде адамдар қабылдап отқан кезде, жұмыс істеп, сол кезде адамдар келген кезде медицинадан көп хабар жоқ. Күнделікті адам білетін нәрселерді қыздар білмейді екен деген ойға келгеннен кейін мен әшейін бала туралы, баланың күтімі туралы, қандай қателіктер кетеді емдегенде деген бірінші видеоларымды көрсеңіз, солардан бастаған. Одан кейін мен арнама көп адамдар жиналып, осында 100 мың
адам жиналып, Калифорниядан, США-дан маған осындай үлкен кнопка келеді деген ойда, мен қолымды қараңыздар, мынаның үлкендігін қараңыздар, осындай үлкен кнопка келеді деген ойда болған жоқпын ол кезде. Сондықтан қыздар, бірдеңе жасасаңыздар алдыңызға мақсат қойып жүре беруге болады. Осындай грамота, мына жерге қарамай қойыңыздар, мен детскийде жазып жатырмын. Мен сен алмай тұрмын, керемет. Және де кнопканың өзі осындай салафанда тұрады екен. Салафанды әрине мен бірінші емеспін ашып жатқан, бәрін ашып көрген адамдар. Күміс кнопка деген мынандай болады екен, қыздар. Сәлем, мен мына жақта түсіріп отырмын сіздерді, қараңыздар. Кнопканы күнден көрінбей тұр. Present to Гүлмарат қызы for passing 100.000 подписчик деп тұр. YouTube. Дұрыстап сыртынан көрсетейін. Керемет, мен сене алмай тұрмын негізі. Күшті қыздар. Алдарыңызға мақсат қойыңыздар да, жүре беріңіздер осылай. Алда әртүрлі күшті тақырыптар жасауға тырысам. Бұл өте алдыға жөнелуге, алдыға қозғалуға көп ынта беретін нәрсе YouTube'дан. Сондықтан қыздар, керемет. Мынау не? Айтады, мынау айтып тұрғаным, енді сіз мынаны алдыңыз дейді, мынаны алыңыз, содан кейін 10 миллион подписчик болған кезде беріледі, мынау 1 миллион болғанда дейді. Көреміз оған деймін. Негізі мен подписчик, мынау не? Мынау жабыстыруға клей беріп қойыпты. Соны да ойластырған. Қараңыздар. Қыздар, сіздерге үлкен рахмет. Сіздер менің каналымда болып жатқандарыңызға, каналда жалпы 100.000 адам болған, немесе 10.000 адам болса да, мені көріп жатқан бір адам болса да, барлықтарыңызға үлкен рахмет. Мен барлық адамдарды, бір адамға дейін барлығын жақсы көремін, барлығын сыйлаймын, барлық қыздарды жалпы мақсаттарыңызды алға қойып жүре беріңіздер. Және де мен каналыма жазылсаңыз, жазылмасаңыз, 100.000 болса да, 10.000 болса да, барлығына рахмет айтамын сіздерге. Өйткені мен көп блогерлардан, Инстаграм көбінесе блогерларынан көріп жатам. Мысалы, комментарийда өзінің подписчиктерін неше түрлі сөздер айтып, немесе ренжітіп, немесе келіспеген сөздер болып қалса, көп нәрселер айтылып жатады. Негізі қыздар, ол дұрыс емес. Блогер қыздар, мені көретін болсаң, сіз блогерлер өзінің тіркелушілерісіз, подписчиктерісіз, ешкім емес. Ол блогер деген ешкім емес, қарапайым адам, иә. Сондықтан барлығы сіздер, егер сізде жаңағы сөздеріңіз үшін барлығы сіздің каналдан кетіп қалса, сіз блогер емессіз, сіздің аудиторияңыз ғана сіздерге осының барлығын жаңағы подписчик деген біреуіне де сіз осылай қатты қарауыңыз керек, сондықтан ренжітпеуіңіз керек. Сіздерге үлкен рахмет. Мен өзім айтам, сіздердің алдарыңызда мен подписчиктерімсіз ештеңе емеспін. Сондықтан жазылған әр адам үшін мен үлкен рахмет айтам сіздерге. Қыздар, келесі кездесулерде сау боламыз. Келесі кездесі, енді өзім қатты қуанып тұрғансын, дұрыс сөйлей алмай қалдым. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Және де мен қуаныштағы өзіммен бірге суреттерімді қоям. Егер қазір суретке түссем, шамалым шашымды жуып, әдеміленіп, боянып, кнопкамен бірге дұрыстап түскім келіп тұр. Қыздар, өте қуаныштымын. Келесі кездескенше аман болыңыздар, сау болыңыздар.